теке, жатпа деке, көтер кеуде. Аспан жердің иесі, найзағайдай лаулы көкте. Исақтар қайтпа теке, алған бетте көзде жетті. Кең даланы қадірлеуі бабаларың басып өткен. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, егерде қажет болса жаны берем сен үшін. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, ол сенің борышың, ол менің борышым. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, егерде қажет болса жаны берем сен үшін. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, аманат болған жер біз үшін. Тасып жатыр бойда батыр рух, шегір толы жүректерде рух. Тасып жатыр бойда батыр рух, сөйлер сені тірегінде рух. Жасай берсін мәңгі батыр рух, шегір намыс рух. Рух, шегір намыс рух. Ерім дегенде қамын жегенде адал өректі намысы қайрағанда ел үшін ар үшін, қайраттың қайрағанда қазақтың бағы үшін. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұның сен жатсам тұрсың жанымның ардағы, бауырлық бірлегенде бағымның орнауы. Бабалар салған іздермен күресі бұлы дала жерін сақта біздерге. Қиын кездерде елімде жерімде азат, әлемнің 8-ші кереметі ең ғажап. Еркін ел қазақ, байтақ жерім, асыл белім. Қазақ елім менің ата мекенім, сұлу ғажап мекенім, барға мақтан етемін. Қазақ елім менің ата мекенім, қазағым, қазағым. Бәрекелді. Міне мереке, мерекелік көңіл күй бірден сезілді. Барша көрерменді таңнан жігерлендіріп, мерекелі көңіл күй сыйлаған жас таланттар жаңа толқын қорына алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмірі 66-шы мектеп лицейінің кішкентай өнерпаздары рух әнімен баршамызды шынымен де рухтандырды. Солай ғой жігіттер? Дәл солай, қайырлы таң, шебі бүтін, шекарасы бекем, қазақ елі қастерлі отанымыз бен барша қазақстандықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін отан қорғаушыларды кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Шын жүректен барша ел азаматын, әсіресе жігіттерімізді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Ел іргесінде жүріп, сізбен біздің тыныштығымызды күзететін азаматтарға күш қуат тілейміз. Қазақ әскері нығайып, аспанымыз мәңгі ашық болғай. Тілекшіміз және дәл осы сәтті пайдаланып мен де Бексұлтан мен Қонысбек әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Ар жағында тұрған оператор мырзалар және АСБ-дағы әріптестерімді құттықтаймын, себебі бүгін мереке, қымбатты көрермен. Бейбіт күнді сыйлаған ардагерлерімізге, ел тұтастығын қорғап жүрген жауынгерлерге алғыс айтатын күн бүгін. Ұлттық әскер барда тәуелсіз Қазақстанның мерейі үстем. Дұрыс айтасыз, Алла рахмет құттықтауыңызға. Расында туған жердің тыныштығын күзету үлкен жауапкершілік әрі абырой. Ұлан сарбаздарының бір күні қалай өтеді деген сұрақ бар. Бәрімізді енді бүгін білуіміз керек. Әріптесіміз Ақжігіт баяндап береді.